Сетевойдың сергелдеңі. Телефон шырылдап қояр емес. Айым бір қарады да қайттан жатты. Қоңырау шалып жатқан пәтердің қожайыны екен. Тағы пәтер ақысын сұрап жатқан болар. Қайдан табамын енді? Кімнен көмек сұраймын? Кім көмектеседі? Ақша алатын ешкімі жоқ, бәрінің сенімінен шыққан. Енді таныстарына, туыс-туғандарына хабарласуға бет жоқ. Ойынның бәрі жан-жақта. Не істеп қойдым мен? Қалайша алданып қалдым? Енді қалай күн көремін? Балаларымды қалай жетілдіремін? Жап-жақсы жұмысымнан да айырылдым. Енді қайда тұрамын? Ақымақ басым-ай. Қайдан ғана жолығып едім Сабираға. Сол күн қайта келсеңші, мұндай іске бармас едім. Не істеймін енді? Қайттым. Ойында мың сан сұрақ. Бірақ осы сұрақтың ешбіріне жауап таба алмай отыр. Ойын қасына келген балалары бұзып жіберді. Анашым, қарнымыз ашып кетті, деп келіп тұр екен. Оларды жақтырып отырған айым жоқ. Өз ойымен әуре болып отырғанда, бұлар да жағаласып тұр. Ашуланған айым: не деген тоймайтын баласыңдар? Қайдан аламын? Үнемдеп жесеңдерші. Ертеңгі күнді ойлаңдар. Айналып келіп тамақ дебірімді шығардыңдар ғой. Тамақтан басқа бір нәрсе білесіңдер ме? Ойнаңдар барып, деп жекіп тастады. Анасынан сөз естіген ұлдары қайта теледидар алдына барып жайғасты. Балаларына қараған айым жүрегі ауырып кетті. Балаларының не кінәсі бар? Мен ғой бәріне кінәлі. Ана Сабираға сенбеуім керек еді. Енді отырмын, бармағымды тістеп, дейді. Қалайша бұлай алданып қалдым? Не де болса тұрайын, бала-шағама еге болып тамағын жасайын. Қарындары ашып қалды ғой. Әбден ішіп-жеп қалған ұлдар жоқшылыққа шыдай алмай отыр. Құр нанды тамақсынбайды. Қашанғы жатамын, тірі адамын ізденейін, көрейін, қайта өз-өзімді қолға алайын, дейді. Ас үйге барып, үйдегі бары мен базар қылып тамақ жасай салды. Балалары аш адамдай тақылдатып жеп қойды да, көңілдері жайланып қайта кетті. Бүгін енді осылай тамағын бердім, ақша таусылды, ертең не беремін, деп тағы ойға шомылып кетті. Айым бір мекемеде айлығы жақсы жұмыс жасайтын. Өзі әп-әдемі, топ-томпақ, бетінде бір әжімі жоқ, әппақ келіншек еді. Жолдасымен балалары кішкентай кезінде дәм-тұзы жараспай ажырасып кеткен. Балаларын қалдырмай өзімен алып кетті. Содан бері балалар үшін күн демей, түн демей жұмыс жасап, жағдайын жасаған еді. Өз күшімен 2 бөлмелі үйді де сатып алды. Айлығы да жақсы. Не ішемін, не киемін деген ойда жоқ. Керемет өмір сүріп жатты. Сабира айымның жоғарғы оқу орнындағы құрбысы, өзі Астанада тұратын. Екеуі ұялы телефон арқылы сөйлесіп жүретін. Сабира бұрынырақ бір компанияға кіргенін айтып, қазір жағдайым керемет дейтін. Міне, бүгін Сабира өзінің жұмыс бабымен сендер жаққа барамын, деді. Қанша уақыт көрмеген құрбысын сағынған айым, құрбысын күтіп алып, арқа-жарқа болып, барлық студенттік шақтарын айтып, бір күліп алды. Айымның үйінде 2 күн болған. Сабира үй бетін көрмейтін. Азанда кетеді, компанияға кеттім деп. Кешке келетін көңілді. Маған бүгін пәленбай ақша түсті деп. Бір айлыққа қарап отырған айым, ақша деген сайын көзі қызып отыратын. Мен де қырып ақша тапсам, ештеңеден таршылық көрмесем, ұлдарыма үй жайын әперіп, жағдайын жасап қойсам екен, дейді.
Сабира да әдейі көзін қыздырып күнде табысын айта береді. Болмаған соң Айым сұрады: «Маған да айтсаңшы, қалай мол ақшаға кенелуге болады? Мен де таршылық көрмей, рахатыма өмір сүргім келеді». Соны күтіп отырғандай Сабира да саңқылдай жөнелді. Аузы-аузына жұқпай сетевойдың қыр-сырын айтып жатыр. Айым отыр, оңай нәрсе екен ғой, жасауға болатын нәрсе екен. Өтірік емес шығар, көз алдымда Сабира отыр ғой, қолының бәрі алтынға толы. Өтірік болса, бұл да шалқалап жүрмес еді ғой, дейді ішінен. Не де болса тәуекел қылып көру керек екен деп басын айналып отыр. Сабира Айымға жаны ашыған ұқсап, осында қалай бересің бе? Үйіңді сатып Астанаға кел, екеуміз бірге жұмыс жасаймыз. Өзім сені жақсы жалақыға жеткіземін. Мұндағылар бұл компания түсінбейді. Одан да сол жаққа кел, қалай байып шыққаныңды көресің. Қара да тұр, әлі күшті өмір сүретін боласың. Сабира тағы бір жеті болып өз үйіне қайтты. Кетерінде міндетті түрде келетін бол. Қорықпа, маған сен, деп тағы кетті. Айым жұмысына барып жүр. Бірақ бұрын жақсы жалақы алатын сияқты еді. Қазір сол жалақысы өзіне тым аздай болып көрінетін. Осындай жалақыға бола бір ай жүремін. Неге Сабираның айтқанын жасамасқа? Өзім бәрін реттеймін, бәрін қатырамын деп кетті. Алдап кететін, танымайтын біреу емес, өзімнің құрбым. Не де болса бір рет тәуекел етсем болады, емес пе, деп отыр. Бір жағынан қорқып, бір жағынан көз қорқақ қол батыр емес пе, дейді. Солай отырып Сабираға хабарласты. Үйді сататынын айтып, Астанаға баратынын болды. Сабира, саған сенемін. Мені жолды қалдырмайсың, бәрін өзің реттейсің, дейді. Қорықпа құрбым, маған сен де келе бер, деді. Екеуі келіскендей болды. Тұрған пәтерін жарнамаға беріп сатып жіберді. Екі баласын және киім-кешектерін алып Астанаға келді. Бірінші аз уақыт Сабираның үйінде тұрды. Кейін балалармен бір айға пәтер жалдап кетті. Сатып келген пәтер ақысын Сабираның айтуымен сетевойға салды да жіберді. Сабираның айтуы бойынша басында саласын, артынан шығады. Бір ай күтсең мол байлыққа кенелесің, деді. Міне ақшаның барлығын салып, енді қашан шығар екен деп күтіп жүр. Күнде Сабираға хабарласады. Менің ақшам не болды? Ұзап кетпесін, уайымдап отырмын. Ой, Айымка, маған сенсеңші, айттым ғой саған, сәл күту керек, бәрі бірден бола қоймайды ғой, деді. Міне, күтіп жүргеніне де айдың жүзі болды. Әлі хабар жоқ. Сабираға күнде хабарласудан шаршады. Күнде айтатыны бір әңгіме. Одан қалса телефонды мүлдем алмайтын болды. Соңында тіпті телефон өшірулі болды. Жүрегі дүрсілдеп, не болып жатыр өзі? Ақшамды алып Сабира қайда кетті? Телефонын неге қоспай жүр? Айымның шыдамы таусылды. Күтуден жалықты. Не де болса Сабирамен бет-бет сөйлесейін деп шешті. Тіке Сабираның жұмыс орнына барды. Есіктен кіргені сол, ол жер дүкен болып кетіпті. Өзі шатыстым ба, осы жер еді ғой, деп қайта сыртқа шығып қарады. Жоқ, осы жер, менің есімде, Сабирамен келгенде осында келгенбіз. Мына дүкеннен сұрап көрейін, деп ішке кіріп, жөн сұрасты. Сатушының айтқаны бойынша, бұл жерге бір апта бұрын келіпті. Алдында не болғанын білмеймін, дейді.
Амалы таусылған Айым енді Сабираның үйіне жол тартты. Есіктің қоңырауын басып әлі тұр. Ешкім шығар емес. Көршілерінен сұрағаны сол, оларды білмейміз. Соңғы уақытта көрмедім дейді. Енді не істеймін? Үйінен кетіп қалған ба, деп құр сүлдерін сүйретіп үйіне қайтты. Ертесіне келді, онда да осы жағдай. Содан бері не ас батпай, ештеңеге зауқы жоқ. Жатқаны осы. Бұрынғы томпақ, әппақ келіншектен түк жоқ, қап-қара болып, азып, түтігіп кеткен. Бүгін тағы жатыр. Барлығынан тығылып. Пәтердің ақшасы, біресе басқа қарыздарынан тығылып. Қашанғы жата бересің, ұлдары үшін еңбек ету керек. Басын әрең көтеріп, бұйырғанын көрермін. Барып, арыз жазайын деп тергеу бөлімшесіне келді. Құрбысы Сабираның атына арыз түсірді. Бұл бір емес, бірнеше адам осы Сабирадан алданған екен. Тергеу жүргізіп, мән-жайды біліп, өзіңізге хабарласамыз, деп жіберді тергеуші. Енді күту қалды. Күтіп жата берсе де болмайды. Бір әрекет ету керек. Қарызы белшеден асып жатыр. Үлкен қалада тек өзі қалғандай болды. Таныс ешкімі жоқ. Не істерін білмей, өзінің бауырына хабарласты. Көмектессе, осы көмектеседі деп сіңілісіне қоңырау шалды. Тұтқаны алған сіңілісі әрең шыдап отыр екен. Ұрса жөнелді. Бізді тыңдамай кетіп едің ғой, енді не болды? Керемет бай қылатын Сабира қайда кетті? Туған бауырыңды тыңдамай, құрбың жақын болып еді. Енді неге хабарласып отырсың? Не үшін керек болып қалдың? дейді. Айтатын дым жоқ. Сіңілісі ұрса жөнімен ұрсып жатыр. Аузы жұмылған күйі үндемеді. Әбден ұрсып ішіндегі ашуын шығарып алған сіңілісі не болды, не керек, көмек керек бе, деді. Қанша дегенмен бауыры ғой, жаны ашып тұр. Бұл сөзін естіген Айым сөйлей алмай жылап жіберді. Арғы шетінен басу айтып, неге жылайсың, боларс болды, енді өкінбе, бұл саған өмірлік сабақ болсын, дейді. Өзін әрең басқан Айым арыз тастағанын айтып, одан қарызданып қалғанын айтып жатыр. Ақша бере тұр, жұмысымды реттеп алсам, берермін, деді. Ақшаны қайтарма, одан да пәтер ақыңды төле де кері қайт. Онда пәтер ақы төлеу қиын болады. Менің бос тұрған пәтеріме келіп тұра бер. Үйреніп қалған жерің. Жұмыс табу оңай болады. Сондықтан ертеңнен қалмай жолға шық, деді. Сіңілісінің айтқанын жасап, екі ұлы мен киімдерін алып, қайта кері қайтты. Міне содан бері жарты жылдың жүзі болды. Қайтқан ақшасы жоқ. Әлі күтумен жүр. Айым сіңілісінің бос пәтерінде тұр. Өзі бұрынғы жұмысына барып еді, бос емес екен. Орнына басқа адам алыпты. Барлық жағдайын айтып жыларман болып тұрған Айымға жана шыдама басқа бір қызмет ұсынып, соған орналасты. Айлығы бұрынғыға қарағанда азырақ, бірақ осы күніне шүкіршілік айтумен жатыр.